Алейкум рахматуллахи баракатух. Қалдарыңыз қалай? Біраз аудио уағыз болмай қалып сағынып қалған боларсыздар. Бүгін сіздерге уәде еткенімдей тағы да бір жақсы тақырыпта осындай әңгіме қозғап беруді шештім. Ал бастайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи роббил аламин. Уссалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи саллим таслиман касира. Аллахумма ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Бүгінгі айтылатын тақырып бала ақысы туралы айтамыз. Бәлкім біреулеріміз тұрмысқа шықтық, балалы болдық, біреулеріміз әлі тұрмысқа шыққан жоқпыз. Сол себептен де білімнің оқасы жоқ, білімді ала беру керек, біле беру керек. Себебі адам білген сайын білмегендігін біліп, өзінің қателерін түзей бастайды. Жалпы хадисте әке баласына жақсы тәрбиеден артық мирас қалдыра алмайды деген керемет хадис бар. Қазір осы хадистің жөнінде сіздерге барлығын түсіндіріп беретін боламын. Жалпы халқымыз ел боламын десең бесігіңді түзе деген сөз бар, иә. Демек бесік деген ол не? Адам жарыққа шықпай тұрып, халыққа шықпай тұрып, ең бірінші тәрбиені өзінің отанынан, өзінің отбасынан алады. Сол отбасынан алғаннан кейін сол тәрбиесімен өмірлік оның серігі болады, жетістігі, адамдармен қарым-қатынасы осы арқылы байланыса бастайды. Сол үшін де біреудің жаман, жағымсыз мінез құлқын көріп жатқан кезде, мына ата-анасы қандай тәрбие берген деп тәрбиеге қарай сөздің тигізетіні анық. Себебі ең алғашқы баланың фундаменті, бүкіл сенімі, установкаларының барлығы ата-анасынан келеді. Кейін ол ер жетеді, ұстаздары болады, достары болады, қоршаған ортасы болады. Яғни сіз жақсы нәрсені көп үйретуіңіз керек. Себебі оның қоршаған ортасы жаман нәрсені де үйретуі мүмкін. Сондықтан кейде мынандай нәрселер бар, мысалы күнәлі істерді де кейде балаға айтып, оны ғибратын көрсету керек деген секілді. Себебі саған достарың оны әдемі қылып көрсетіп, оның жақсы жағын айтуы мүмкін дегендей. Бірақ енді ата-ана қалай өзінің баласына тәлім-тәрбие беремін деген жөнінде неше түрлі саясатта қолданады енді. Жалпы ең бірінші нәрсе балаға ең маңызды болған білімнің түрі ол Аллаға деген сый құрмет үйрету, яғни имандылықты үйрету. Себебі сіз балаңызға имандылықты үйреткеннен кейін бала сол иманның дәрежесінде сіз көрмей тұрсаңыз да, басқасы көрмей тұрса да, ол Алладан қорқып тұрады. Мысалы, бір нәрсені жасайтын кезде, қой, мына нәрсем дұрыс емес шығар, ата-анам жоқ болса да жасамай-ақ қояйын деген сияқты, иә. Себебі біздің осы тәрбиемізді дұрыс бермесек, ертең баламыздың болашағында дұрыс адам болмай, күнә істеп жасап, күнәһкар адам болып, Алланың құзырында тозаққа кетіп қалудан сақтандыруымыз керек екен. Өйткені Құран-ы Кәрімде уайымын келтіргендер өздеріңді және отбасыларыңды отыны адамдар мен тастардан болған тозақтан құтқарыңдар деп Тахрим сүресінің 6 аятында келді. Яғни біздер қазірден бастап өзіміздің баламызды қалай қауіптен құтқардық, дәл солай қияметте де оны құтқаруымыз қажет. Қалай имани тәрбие береміз, иә? Оны намаз үйретесіздер, оған аманатқа қиянат жасама, адамдарға өтірік айтпа, екіжүзділік жасама, шындығыңды айт деген сияқты. Мысалы, осындай құндылықтарды үйрететін болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянымен таныстыратын болсақ, неше түрлі қазір мультфильмдерде болып жатқан кейіпкерлерді өздеріне кумир қылып жатыр ғой, бірақ олардың түбінде бәрібір бұзғыншылыққа, барлығы күнәға, зинаға алып барады. Яғни бір жақсылығы болғанымен мына жақта 100 жамандығын үйреніп алады. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнікі ол өмірбаяны жақсылыққа толы және ол ғибратқа толы. Хадисте Алланың елшісі біреулерің баласына әдеп үйретуді оған әрбір күні жарты сағат уақыт арнаса дейді, тіпті ол бір уыс бидай не құрма садақа бергеннен де артық дейді. Біздің қазіргі жасап атқан әрбір ісіміз, өткізіп атқан әрбір уақытымызды Алла тағалам ертең есебін алады екен. Мына уақытта сен бос болдың, не істедің? Яғни саған 24 сағат уақыт бердім, сол уақытқа маған отчет бер дегенде біз айтады екенбіз. Намаз оқыдым, былай тамақ іштім, ұйықтадым деген сияқты. Бірақ қарасақ, біз Алла үшін
арнайтын көп уақытымызды Алла үшін болмайды екен. Тіпті намаздың өзін санайтын болсақ, күніне бір 40 минут кетеді екен барлық намазға. И то оны біз ұзақ қылып оқысақ та, дәретімен қоса. Ал бірақ біз қалған уақыттың барлығында, мысалы, біреуді өсектеп отыруымыз мүмкін, біреудің айыбын көреміз, немесе күнәлі істерді қарап отыруымыз мүмкін, сонымен өткізіп жібереміз. Ал балаңызға тәрбие беру, бұл біріншіден сіздің уақытыңыздан сұралынбайсыз, екіншіден сіз балаңызға тәрбие беру, ол сіз бір уыс бидай немесе бір уыс құрмадан садақа бергендей сізге сауап жазылады екен. Ал біз көбінесе одан қашамыз, жауапкершілікті басқаға артып қоямыз, садикке артып қоямыз, мектепке артып қоямыз, немесе үйдегі нянькаға сына артып қоямыз. Бірақ сіз отырып өзіңіздің балаңыз, өзіңіздің жаны шыр, өзіңіздің ішіңізден шыққаннан кейін сізден беретін тәрбие ол басқаша болады да. Тағы да бір хадисте, кімнің қыз баласы болып оған жақсы тәрбие берсе, жетерліктей ішіп жегізсе, Алла тағала берген неғметтерінен малын берсе, ол қыз оған береке әкеледі, әрі тозақтан құтқарып жәннатқа кіруіне себепкер болады деп Табарани хадисінде келді. Бұл деген сөз қыздың тәрбиесі өте нәзік. Оған былай айтқанда басқа подход жасау керек та, ұл балаға жасайтындай нәрсе емес. Бірақ соның өзінде де жақсы тәрбие беріп, өзінің келген ризығынан садақасын беріп, жаңағыдай дұрыс тамақты ішіп жегізсе, ол қыз оған береке алып келеді. Өміріңізде, малыңызда да береке алып келеді, және ертең қияметте де тозақтан құтқарып жәннатқа кіруіңізге себеп болады екен. Сол үшін қыз бала да, ұл бала да тәрбиесі өте маңызды. Енді перзент ақысын орындауда, жалпы жақсы тәрбие беруде ең маңызды, ең алдымен өнеге болатын ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам екенін ешқандай бір даусыз, сөзсіз келісеміз. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам балалардың барлығын жақсы көретін, ол өте мейірімді адам болған. Тіпті төрт аяқтап жата кетіп, түйе болып арқасына мінгізіп сөйтіп ойнайтын балалармен. Тіпті намазға да өзінің немерелерін мойнына салбыратып, екі аяқтарын көтеріп алып, солай намазды оқи беретін. Бірде осындай істі жасап жатқан кезде пайғамбарымызға бір бәдәуи келіп, өзінің балаларым қанша менің ондаған балам болса да біреуін бетінен сүймеппін дейді. Яғни еміреніп, оларға ешқандай бір мейірімділікпен адам деген еркелетеді, олай жасамаппын деп айтады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: Алла тағала жүрегіңдегі мейіріміңді алып қойған болса, мен не істейін енді деп жауап берген екен. Яғни бұл деген сөз, балаңызға тәрбие беру адамда ең бірінші мейірімділіктен туындайды. Мейірімділік деген ол жанашырлық. Балам ертең өскенде не болады екен, мен қазір мен айтайын ол нәрсені деген сияқты жақсы көріп тәрбиелеу да, оны ұрып соғу емес. Ислам діні жалпы балаға дұрыс, жаңағыдай мағынасы дұрыс, құлаққа естігенде жақсы мағынасы, енді былай айтқанда терең болатын жақсы адамның аты деген сияқты жақсы есім қою керек. Сол үшін біз ислам дінінде мынау қатты есімге қатты мән береді. Ол қандай есім қойып жатыр деген сияқты, сол үшін де бір обряд қылып қойды. Мысалы, бала туылғаннан кейін құлағына азан шақырып, бұл бір серьезный, бір қатты мән беретін іс екенін көрсетті. Сол үшін бала ең бірінші нәрсесі, бала туылған кезде оған жақсы есім қою керек екен. Енді жалпы тағы да ата-ананың баласына деген мейірімі, жаңа қамқорлығы ең әуелгісі есім қоюдан басталды. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде баланың әкесіндегі құқықтарының бірі жақсы әдеп пен жақсы есім деді. Яғни жақсы есім қойғаннан кейін оған жақсы әдеп үйрету керек. Бірде Хазіреті Омарға бір кісі келіп: уа мұсылмандардың әміршісі, менің балам мені тыңдамайды, маған қарсы сөйлейді деп шағымданып келеді. Сонда Омар ибн Хаттаб ашуланып кетіп балаға айтады: неге сен ата-анаңды тыңдамайсың, ата-ананың ақысын білмеуші ме едің деген сияқты, ата-анаға бойсыну деген парыз ғой дегендей осындай әңгімені айтқан кезде бала айтады: уа мырзам, уа мұсылмандардың әміршісі, ата-ананың ақысын білем, бірақ баланың ақысы жоқ па не деп сұрайды. Сонда Омар ибн Хаттаб былай деп айтады: ең әуелі, жалпы бала тәрбиесіндегі ең әуелгі нәрсе баласына жақсы ананы, жақсы жарды таңдауы тиіс дейді әкесі. Одан кейін себебі тәрбиесіз қызға үйленсе, болашақта туылатын бала қиянат жасаған болады. Баласы туылғанда оған жақсы ат қою керек дейді. Сосын ес білгенде оған Алланың кітабы, Құранды үйрету керек деп санап берді. Мынау ақысы деп. Сонда
жаңа естіген ана бала айтады, оға мұсылмандардың әміршісі, әкем жоғарыда айтқандардың ешбірін орындаған жоқ. Біріншіден дейді, менің анам құл базарынан сатып алынған бір адам еді. Оның өмірі қалай болғанда мен білмеймін даже дейді, яғни қалай өткенде білмеймін. Екіншіден, маған қара қоңыз деген мағынаны білдіретін жуал деген нақұрыс ат қойған, яғни әкесі қоймағанда да атын бір жуал деген бір нақұрыс болған бір адам менің атымды қара қоңыз деп қойған дейді. Үшіншіден, Құраннан бір әріп те үйретпеді деп зарлап қалады. Сонда Омар ибн Хаттаб жаңағы баласын әкесіне бұрылып қарады да, балаңның қиянат жасаған маған шағымданып тұрсың ба? Негізінде сен ақысын жеген екенсің, ол саған жамандық етуден бұрын сен өзің оған жамандық еткен екенсің деп шығарып салады екен. Яғни, егер де баламыз өскен кезде бізге дұрыс мәміле жасамай жатыр ма, демек біз бір нәрсені жіберіп алдық. Бір нәрсені дұрыс жасамай қалдық, бір жерден бұрылып кеттік біз. Сол нәрсені еске сақтау керек. Алладан тәубе ету керек. Аллахым, кешірші, мен бұл нәрсені дұрыс жасамай қалдым, мен білмей қалдым деп. Себебі балаңыз ертең қарсы шығып жатады. Себебі алдында айттық, ата-анасына көрсеткен жалпы қиянат ол осы өмірде алып өтеді екенбіз да. Осы дүниеде алып өтеді екенбіз. Сондықтан жалпы перзентіміздің дұрыс тәрбие алу үшін біз оларға Құран кәрімді дұрыстап үйретуіміз керек. Хазіретті Али былай деп айтады, балаларға ғылым, білім үйретіп, әдепке баулыңдар дейді. Білім, ғылымды үйрету, осыған ақшаны құрту керек, осыған ұстаз жалдау керек, осыған уақыт арнау керек, энергия арнау керек, жұмыс жасау керек, осы ғылым, білімді дамыту үшін. Бірде бір Алланың сүйген бір құлы, енді бұл бір оқиға, өтіп бара жатып, Абдулла ибн Мубарак деген Абдулла ибн Мубарак деген кісі бір өтіп баратып қой бағып жүрген бір баланы көреді. Ол бала жас бала, алдында бір атар қойы бар. Сонда бұл Абдулла ибн Мубарак былай ойлайды, мына бала оқитын, білім алатын жаста ғой, жаңағыдай қой бағып жүр, өмірі сонда қалай болады екен, ертең құлшылығы қалай болады екен деп уайымдайды. Сосын ойлайды, мен қазір сол балаға жақындап барып, әйтеуір бір Алланың білімінен болсын бір нәрсені үйретіп қойыншы деп соған қарай ат басын бұрады. Сөйтіп жаңа балаға келеді. Сосын айтады, балам-ау, жаңаға айтады, балам-ау, Алла тағаланы білесің бе дейді. Сонда бала айтады, құл қалайша өзінің иесін білмейді екен деп тез жауап береді. Сосын бұл сөзге мән беріп, екеуінің арасында әңгіме өрбіп кетеді. Сөйтіп бала айтады, ал айтшы, Алла тағаланы қалайша білесің дейді. Бала айтады, мына бағып жүрген қойларыма қарап білемін дейді. Бұл қойларға қарап қалай оны білесің дейді. Байқаңыз, мына бір қара қой шопансыз, егесіз, қараушысыз жүре алмайды. Оларға жем суын беріп, қасқыр сияқты жыртқыштардан қорғап жүру, оларды қадағалап жүру, уақытылы тамағын беру, олардың жаңағындай жем шөбін қадағалап, нәжістерін тазалап жүру керек қой. Сол сияқты осыған қарап айнала қоршаған 18 мың ғалам, оның ішінде адамдар, жындар, жануарлар, мына ұшып жүрген қанатты құстар да, насекомдар да, барлығы, санаулы жаратылыстардың барлығын Алла тағалам қорғап, қамқорлығына алып, Алладан басқа ешкім оны жасап жатпағаны анық қой дейді. Алдымдағы қойларыма қарап, Алла тағаланы осылай білдім дейді. Сонда ол кісі сұрайды, Алла тағаланы қандай бейнеде түсінесің деді. Сонда бала айтады, еш нәрсеге ұқсатпаймын дейді. Оның еш нәрсеге ұқсамайтынын қалай білдің дейді. Тағы да сол көз алдында жайылып жүрген қойларға қарап білдім дейді. Қалайша дейді. Ол айтады, мен шопанмын дейді, қой бағып жүрген адамын. Оларды бақылап қараушысымын. Бұл қойларды әрдайым назарымда ұстап қадағалаймын. Әр жауапкершілікпен қараймын. Қараңызшы, қойлар маған ұқсайды ма дейді. Сол сияқты мен де оларға ұқсамаймын ғой. Демек, қойшының қойларына ұқсамайтындығын қарап, әлбетте Алла тағала құлдарына ұқсамайтындығын осыдан түсіндім. Мұндай жауапқа тәнті болған Абдулла ибн Мубарак, өте жақсы айттың балам, аз да болса білім үйрендің бе деп баладан сұрайды. Бала айтады, мен мына сайын далада, сахарада жүріп қайдан білім алмақпын деп айтады. Ал жарайды, басқа не үйрендің дейді. 3 ілім үйрендім дейді. Көңіл ілімі, тіл ілімі, дене ілімі дейді. Бұлар не нәрсе екен, мен білмейді екем дейді ана кісі айтады. Сонда бала айтады, көңіл ілімі деген
алла маған жүрек берді және сол жүректі кешірім мен махаббаттың орны етті. Сол үшін жүрегіммен оны танимын дейді. Сол үшін жаратушымның жақсы көретініне сол жерден орын беріп, жек көрген нәрселеріме орын бермеймін. Керек десеңіз, ондайларды бойымда аулақ ұстаймын деп айтқан екен. Яғни алла тағала маған жүрек берді, ол жүрек кешірім мен мейірімнің орны. Сондықтан мен алламды сол жүрекпен танығаннан кейін оған жаман нәрселерді кіргізгім келмейді деп тұр ғой. Кешірмей жүру, біреуді жек көру деген сияқты. Тіл ілімі дегенім ол мынау деді. Маған алла тағалам тіл берді. Жаратушыны еске алып, есімдерін зікір ететін орын етіп. Оның қызметі арқылы мен жаратушыды еске түсіретін сөздер айтып, ғайбат сөздерден оны қорғап, жаман сөздерден сақтану керек екенін көрсетті. Ал мынау дене ілімі дегеніміз, алла маған дене бітім берді және оны өзіме қызмет ету орын етті. Сондықтан оған қызмет арнап, сауапты істерді жасап, денеммен жасаймын да қызметіме жараймын, теріс іс-әрекеттерде тал бойымды аулақ ұстаймын деген. Сонда Абдулла ибн Мубарак дала кезіп қой бағып жүрген мына баланың жауабы оған бір керемет, бір таңғаларлықтай жағдай болды да, ризашылығын білдіріп, балам, сенің маған үйреткендерің алғашқы осы алғашқы және соңғы ілімдер болар, сол үшін маған бір насихат айт дейді. Сол кезде жаңағы бала айтады, мырзам, сіз ғалым кісі екен, жүзіңізден көрініп тұр, байқалады. Енді алла разылығы үшін білімді үйренген болсаңыз, адамнан қайтарымын талап етпеңіз. Егер ол жағдайды күтпеңіз. Егер де сіз пайда үшін, дүние үшін үйреткен болсаңыз, жаңағыдай дүние үшін білімді үйренген болсаңыз, онда жәннатта қауыша алмайсыз деп сондай жаңағыдай сондай бір Абдулла ибн Мубарак сондай сөз айтқан екен. Жалпы ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде әке баласына жақсы тәрбиеден артық мирас қалдыра алмайды дегенде, демек әрбір ата-ана өзіндегі перзенттің ақыларының бірі жақсы тәрбие беру екенін біліп, оған алдымен өз үлгі көрсету керек екенін айтады. Себебі бала бізде қазақта айтады ғой, жаста берген тәрбие жас шыбықты илеген иген дейді. Біз қазір сол уақытты жіберіп алатын болсақ, онда біз кейін ол қатайып қалған кезде оны иілдіру, оған бір нәрсені айту ол қиындау болып қалады. Себебі ол сол күнәға денесі бейім болып қалады, одан шыға алмай қалады. Өтірік айтты ма, оған бейім болып қалады, одан шыға алмай қалады. Ұрлады ма, оған бейім болып қалады, шыға алмай қалады. Оған ол нәрсе дұрыс болып қалады. Сол үшін оған бармастан алдын оның зардаптарын айтып қалу керек екен. Сол үшін адамның адамшылығы ол ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздың болады деп Абай атамыз өзінің сөзінде негізі айтып кетті да. Бұл адамның адамгершілік қалыптасуына жақсы әсер беретін адамдарды айтып жатыр да. Бұл біздегі ол адамдар өміріміздегі мықты рөлді атқарады. Хасан Басри айтады, балаға Аллаға мойын ұсынуды бұйырып, ізгілікті үйретіңдер дейді. Себебі алла ары қарай өзі тәрбиелеп кетеді адамды. Сіз біріншіден Аллаға үйретіңіз, алла оны тәрбиелейді деген сияқты ғой. Жалпы тағы да өзің өнеге бол деген нәрсе, балаңа Құран үйретпей тұрып өзің оқы. Балаңа намаз оқымай тұрып өзің оқы. Балаңа жақсылық жаса демей тұрып өзің жаса. Себебі бала бірінші ол айна, ол просто көріп ата-анасынан тәрбие алады. Одан кейін барып, сол істе сіз мықты тұрсаңыз, менің бұрын әкем осыны үзбей жасаушы еді. Қазірдің өзінде де біз ата-анамыз сол еске аламыз. Біздің әкеміз үнемі жаңағыдай, егерде ақшасы қалса, мына адамдарға осындай беретін еді, мынау қой беретін еді деген сияқты, әкелеріңіздің, аталарыңыздың бір жақсы қасиеттері сіздің миыларыңызда қалды. Дәл осылай сіздердің де іс-әрекеттеріңіз баланың миында қалады, и бала оны ертең айтып жүреді, сол нәрсені істейтін болады. Бала айтқанды емес, көргенді істейді деген сол сөз бар. Шариғат ілімінің негізін салушы 4 мазхабтың бірі Абу Ханифа. Бірде осыған байланысты бір оқиға айтып кетейін. Бір әйел оған келеді. Сөйтіп айтады, менің мына балам тәтті жей береді, тәтті құмар, тіпті тістерінің барлығы шіріп түсіп жатыр. Енді осыны жеме деп айтыңызшы ұстаз, сіздің айтқаныңызды тыңдайды дейді. Сонда ол кісі қарап отырады да, айналайын қарындасым, 40 күннен кейін кел, осы мәселенің саған жауабын айтамын дейді. 40 күн өтеді, жаңа кісі келеді қайтадан. Сосын Абу Ханифа жаңа баласына қарап айтады, жаңа әйелдің баласына қарап, айналайын балам, тәтті жеме, тәтті сен тістеріңді құртады, денсаулығыңа зиян болады деп осы сөзді айтады. Сонда ана әйел таң қалады.
Сонда айтады, осы ғана ма, осы ғана жауапты айтып жатсыз ба, бұны мен де айтамын ғой дейді да. Мен сізді 40 күн мені күттіріп бір керемет нәрсе айтады ма десем, осы ғана сөзді айтып тұрсыз дейді. Сонда Абу Ханифа бір жымиып айтады, айналайын қарындасым дейді, мен саған осы сөзді айту үшін, осы балаға сөзді айту үшін бірінші өзімнен сұрадым, себебі мен өзім қатты тәтті жейтін едім дейді. Енді мен өзім сондай тәтті құмар болып тұрып, сондай тәтті жейтін балаға қалай жеме деп айта аламын? Онда мен өтірікші, 200-ді боламын ғой. Сондықтан мен 40 күн бойы тәтті жемедім, өзімді тәрбиеледім, одан кейін барып насихат айтуға лайықты болдым дейді. Міне осылайша жаңағы өзінің бірінші өнегені өзінен бастап, тәрбиені өзінен бастап, одан кейін өзге адамға айтқандығы жайлы бар екен. Тағы да бір дінде ең бір жақсы балаларымыздың жақсы өсуіне, жақсы ғалым болып шығуына тағы да бір мысал келтірген екен. Бір әйел өзі балаларының барлығы ғалым екен да. Оған қалай дәрежеге жетті десе, ол кісі бірінші баласын емізуден алдын дәрет алып алады екен. Содан кейін барып Ясин сүресін бастайды екен. Бисмиллахир-рахманир-рахим, Ясин, уәл Құр'анил хаким деп арғарай оқиды екен да. Ясинді толық аяқтап біткенде, соған Алланың құдіретімен жаңағыдай балалары да сол Ясин аяқталған кезде емуді тоқтатып қалады екен. Осылайша ол барлық балаларына солай тәлім-тәрбие берген екен, яғни Құранмен нұрландырған екен. Сондықтан балалары өте әдепті, тақуа, сондай ғалым болып өскен екен. Сондықтан бұл да бір өзімізде түртіп алатындай жағдайлар екен. Жалпы балаларымыздың жетістікке шығып жатуы, жаңағындай керемет бір үлгілі адам болып жатуы ата-ананың өте үлкен рөлі бар. Сондықтан ол ата-ана оған лайықты болып тұр, ертең жәннатта да сол үшін Алладан сыйын алады да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп өсиет еткен: адам өлгенде оның 3 нәрсесінен тоқтаусыз садақа барып тұрады. Мысалы, сіз құдық саласыз, көпір, медресе, немесе пайда берілетін білімді таратасыз, немесе артыңыздан дұға жасайтын игі салихалы ұрпақтардан басқа барлық амалдар тоқтайды дейді. Яғни барлығы тоқтап қалады. Бірақ осы істер артымыздан тоқтамай садақа жария, яғни ағып тұратын, таусылмайтын, келіп тұратын садақалардың бірі болады екен. Абу Хурайрадан жеткен риуаятта пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, қайтыс болған бір пенденің о дүниедегі дәрежесі көтеріледі. Сонда ол: я Раббым, бұл маған қайдан келді деп сұрайды екен. Сонда Алла тағала былай деп айтады екен: бұл сенің артындағы балаңның саған жасаған истихфар, кешірім тілеуінен дейді. Яғни артымыздан осындай ата-бабамыздың, әке-шешемнің біліп-білмей жасаған күнәсін кешіре көр деп айтуы сізде ертең мүмкін Алла кешіріп жәннатта дәрежеңіздің көтерілуіне себеп болады. Жалпы балаға жақсы есім беріп, имани жақсы тәрбие беріп, ата-анасына мойындағы ең бірінші ақысы, перзенттің алдындағы ақысын өтеп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған ата-ана екі дүниеде де бақытпен қауышады. Жақсы тәрбиемен өскен перзент көзінің алдындағы ата-анасының жүзін жерге қаратпайды, перзенттік ақыларын орындап, разылығын алуға асығады. Тіпті дүниеден өтсе де перзенті оған дұғасын үзбей жасап тұрады. Әр жақсы жасаған істерінде сізге де бір сауап барса екен деп, сондай үзілмейтін сауап жасауға себепкер болады. Перзент ол аманат. Ал олардың ақысына ден қою одан да үлкен жауапкершілік болып қала береді. Аталарымыз сол үшін анасының сүйгенінің баласын сүй деп, әке асқартау, ана басындағы бұлақ, бала жағасындағы құрақ деп бекер айтпаған. Сондықтан балаға біз дүние емес, ең бірінші тәлім, тәрбие, білімді мирас етіп қалдыруымыз керек екен. Тыңдағандарыңызға рахмет.